мен Кырымнын, бабам юрген чөллерін, эждатларым ниче асыр, сабан сүрген чөллерін. Пычма таштан кереметлі evlerini қыдырдым, халқын жойып қалған дертлі көйлеріні қыдырдым. Merhaba, урметлі сержілеріміз. Оз адлары сілінген көйлер шиырынде Шакир Селим бұтын халқымызның ағырысыны ачық айдын тасвир етті. Эбетті, чоқысы Қырым көйлерінің адлары деніштірілді. Базы көйлер есе асыл ғайып олды. Ләкин біздің бұйық несіліміз шу көйлер насыл етіп адландырылайды ве насыл сыфата олғанларыны екі яқшы қатырламақталар. Бүгін есе тарих ізлері программасы «Ескі Қырым татар барын көйі ақында» тариф етечек. Бұл көйге тақымымыз тамам шу ерде доған Фатиме Битайның арзусыны еріне кетірмек үшін келді. Bek yaxşı koy, cemaat yaxşı, halkımız yaxşı mına buldun koyumuzda, bek yaxşı, tatılmamet yaşayımız, men bek memnunum. Барын көйнеже машина ве автобуснен келмек мүмкін. Yol бойы кетерек Қарысу базар районының гүзелігінден зев қалмақ мүмкін олыр. Шу ернің табиаты башқа ерлерден айырылып тұра. Чүнки тамам Қарысуда чөллік ве дағлық қауыша. Барын көйінің бір тарафы орман, екінші тарафы есе дағларнен ортылген. Белянскийның Қырым топонимиясы луғатында есе барын созунен раст келген топонимлерге назарымыз тұшты. Шу луғатта барын деп тамам шымдықы Вишина көйінің ері деп адландырыла. 1926 сенесіне жияпылған бірінші әліні жедвелге алуында барында 355 кіші яшағаны қайт етіле. Олардан 315 Қырым татары, 32 әрмені ве 3 рус адамы. 1926 сенесі есе көйде 424 кіші яшағаны белі ола. Қырымны фашистлер ишғал еткен вақытында шу көйден 2 кішіні Алманияға айдап кеттілер. Мерақлысы шунда ки, шымдықы Вишина көйі ескі Қырым татар барын ве мушаш көйлерінің топрақларында ерлеше екен. Да, иш бұл ұғатта барын көйі ғайып олған көйлерінің сырысына кірсетілді. Вешу көй та улу жан женкі вақытында оккупантлар тарафындан яқылғаны да қайдетіле. Әмде интернетке мұражат етсек, шымдықы Вишина бұл мұшаш барын есе ғайып олған Туровка көйі кібі қайдетіле. Не есе шымдылық шу екі көй бір көй тәркібіне кірмекте. Бір бабай кәді мұнда. Мұнда айтты, жәмбеден о тарafı bütün mezarlık. Berdiğim yana haya var, hayanın da mezarlık ediyor. Uçten dökten mezarlık var. Berdiğim mezarlık var. Buna berdi ha, uzun ciddi bir. Uçten mezarlık var yerine uzun. Білгеніміз кібі асылында барын Бұқадими сүлеленің ве Мағол Тур қабеленің адыдыр. Қырым ханлығы вақытында барын сүлелесі бейлер сырасында екінші ерні тұтайдылер. Асылында сүргінліктен әвел Қырым топонимиясында барын этнонимнен чоқ топонимлер бар еді. Олардан бір қачданесі бұл барын, яне шымдықы Вишина, әрмені барын, яне барын армянский, веда екі данесі барын татарский кібі адландырылған көйлер. Барын көйі янында Қарасу өзені ақмақта, шымдылық шу өзен номайдыр. Сеат наме китабында Достане Мекянның балабан шейрі векадеми құрылышының яни Қарасу лиманының тарифы бөлігінде мерақлы су амбарлары ақында турк сеатчысы Эвлия Челеби бөле малюмат бере. Бұл шерде Қарасу базарда
Озен ақы. Шу озен бою юзден зияде айланған су дегірменлері бар. Бұтын шерде бақчаларны суарып тұрған чоқрачықлар бар. Да, айны шу китапта Эвлия Челеби көпірлер ақында бөйле малюмат бере. Умумен алғанда ағачтан ясалған 8 көпір бар. Чүнки эпосыдаштан япылған көпірлер Қарасу өзені ташқанда темелінден сыны біті еді. Шу өзенің башы Чатырдағда. Қарасу шымалде азақ кермені янында денізге тұшы. Өзендегі су булюр кыбы теміз. Көйге en yakın деп Мироновка, яғни Жабуш Қарабай ве Белая скала, яғни Ақ қая мескендері сайылмақта. Эбет, сіз янылмадыңыз. Қарасу базар районының en мешур дықытқа лайық еріне же барын койынден садеже 2 километр месафе бар екен. Шу көйде яшаған адамлар пек жаслылар. Чүнки чоқысы туристлер дүнияның чешіт көшелерінден шу гүзеллікні көрмек үшін баяғы yol басып келелер. Ақ қая қалесіні зиярет етмек үшін тамам барын, яғни Вишенная көйі бетінден көтерілмек мүмкін олар. Да біраз жаяв жүрсеңіз, Ақ қаяның төпесіне де шықмақ имкан бар. Көргеніңіз кібі барын көйіндеді мұна бойле гүзел Аллахның еві бар. Кой сәкенлерінің айтқанына көре, шу жами қарарнен 200 ел евелсі құрылған екен. Аллахның еві барын көйінің мерkezінде ерлешмекте. Кой имамы Делевер Эмирусинов есе оз вазифесіні 2003 сенесінден башлап бүгінгі күнімізге жебежере. Bu köyde cemaatimiz 200 horonta var. Allah'a şükürler olsun cemaat el tutalar. Camimizi tamir ettik. 2016'da başından bütün tamir ettik camiyi. Töpeleri akaydı, şifirleri patlak edi. Onu değiştirdik. Yani Allah'a şükür ballar el tuttular. El tuttular da temelini yaptık. Temelini yaptık. Sozuldu, 2 yılga sozuldu ama bütün köy el tuttu. Sağ olsunlar. Ondan da gayr Kırım boyunca, Kırım'dan da gayr Kafkas tarafından adamlar el tuttular. Эвлия Челебинің Сияднами kitabında o vaqытта Қарасу базар районында не қадар венасыл жемелер олғана ақында бойле тариф етеді. Умумен 28 михраб бар. Тек бешінде жума намазлары қылына. Эпісі бұл 5 жеми таштан құрылып, кераметнен қапатылған таш минарелер де бар. Бұл ернің жематы пек муабет ве диндардыр. Birisi kapı pencere menden olsun dedi. Birisi içindeki remont menden olsun dedi. Adamlar Allah yoluna, Allah'ın evine el tutalar. Çünkü bilirler ki bu yapkan yaxşılık inşallah bir gün olarak kaytacak, hayırla kaytacak. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dedi? Yapacak amelinizi öyle yapınız ki yaxşılık her vakit devam etsin. Devam etmek demek nedir? Sadakatul cariye. Sadakatul cariye ne demek? Siz bu dünyadan gitseniz ama yapkan yaxşılıkla insanlar ne kadar kullansa kullansınlar size sevap yazılır. Ne kadar bu cami kullansalar o kadar yıl onu temelden başlayan adamlara sevap yazılır. Bekimden 1000 yıl çalışır bu cami. Adamlar kullanana kadar onun başlayan insanlara sevabı var Allah'ın emrinden inşallah. Фейзбей Мамбетшаев 1958 сенесі Сырдария вилаятында дүнияға келді. Қырымға ветамамбарын көйіне есе, қорандасының тек 2012 сенесі Авдет ұлынды. Бұл көйді яшамақ қызметіміздір,
дей бейі саға. Чүнки оның тамырлары асыл кезлеу ве Ахмезжи тарафларындан екен. Вейіз бей барынға келіп, ерлі жемаатнен бөлішіп, жемеге қатнап башлады. Бақыт кечтікче дин жемиеті вейі сағаны завхоз вазифесіне тайын етті. Вейі саға кележеке планларынен бөзнен пайлашты. Camimizde bir işlerce tavarını, patşifkalarını yapmak gerek, abdesthanamızın yapmak gerek. Ana şoğa bireleri bizge bir müracaat yapan adamlara sponsorlar olsa bizge bir yardım yapıp kollarını tutsalar diye Allah'ın rızası için şoğa büyük memnun bolar edi. Кой сәкенлерінің айтқанына көре, шындылық барында Қырым татарларының сайысы чоқ. Ел-елда көйдешлерінің сайысы әп арта. Чоқысы яшлар көйден кетмейіп, туған көйлері инкишафына иссе қошып яшамақталар. Бойлелікнен бей саханың екі оғлысы да барында отырмақталар. Бірісі тэквондо күреш спорт чашыты төгерегінің рибері олып чалыша. Екіншісі ise айван асыравчылықнен вейер ишлерінен оғрашмақта. Hatırlayayım ama aytalar ki mezde bala, ezin sen kaydan bilese bir olar şeyini bileyim alayın. Koyumuzda Rumen eskerler turaydılar. Yani cenk olar atıştırpayt etkende bir konu aldın, biraz bir çıksam öyle nurut pişirdiler. O bek akılında. Bizler barbonda oynaydık. Lötçüküne de aldılar. Tırık akan eken paraşütle düşken plenge. Эбетте, шу көйде буюк несіліміздің векілері де бар. Бойле икметлі ве итибарлы кішілерден бірісі Недим Тасинов. Недим Қартбаба 1938 сенесі Жанкой районының Қаранғыт көйінде дүнияға келе. 1944 сенесі ise Қорантасы иле Өзбекистанға Қашқадария районының Китап станциясына түше. Sürgünlükte 18 günümle yol yürüdük. Biz 4 kişi ekemiz bir vagonda. Hava bir de yetişmiyor. Onun içinde loksalar boğan, bala tapkanlar boğan, hastalar boğan, ölgenlerin abkalı berekenler ne eşitmekse biliyorum. Kene Kazakistan'da ne de olsa biz özümüz lafın eterimiz hep abkalı ekenler. Lafını etmedim. Kişi bulmasa burası taşla getirirler. Köpeğin boğazını taşlagan etip. Қартбабаның хатırlағанына көре, бұл вақши бір вақия еді. Yolda aytalar, garajide boğan bir şey, boğan bir şey. Anamlar ayta, onda bir şey yok ettik. Статистикаға көре, сүргінліктің ilk yıllarında Қырым-татар халқының ярысы вефат еткен еді. Сталиннің адына yollanған НКВД-нің телеграммасында умумен сүргінлікке 183.155 Қырым татары оғратылғаны ве олардан сүргін етілген ерлерге 191 кіші вефат еткені қайт етілген еді. Шу меселенен оғрашқан земаневей тәтқиқатчыларының ишлерінің нәтижелеріне көре, шу сүргінлікте 200 бинге яқын инсан чықарылған ве инсан үшін келешіклі олмаған шарайтлерден, яғни мал вагонларында олған антисанитариядан, екімлер ве иләджілар олмағанындан 8 бинге яқын инсан вефат етті. Қырымдан чықарылғанларының умуми сайысындан 46% ise 1945-1946 senelері açlıq ve hastalıklardan vefat etti. Neden düşkensin? Yolda o yaktan bir yaktan bir odunu tapıp kazan aşaman degende vagonum bilir. Yetiştirmeyen kalıp ketkende oldu. Kazanı kötürüp yuvarlanlar oldu. Vagon aşına düşüp ayağı kesilgeni oldu.
Башта оларны Кокан шээріне кетіріп юындырдылар. Чүнки шумал вагонларында адамлар үчүн келишмеген шарайтлерде инсанларнын эксериети битлеп кетти. Бир эки күндөн соңра оларны китап станциясына жолладылар. О вакытлары халкымыз пек кыйналды. Ачлыктан чок инсан вефат эткен эди. Шу сенелери өзбеклер, өзлери де пек кыйын алда олган экенлер, хатырлай Недим Тасинов. Военныйлар тұра, соң шашып қалды халық. Бабам айтады, жеш тұрыңыз дей. Бізді шығарacaklar. Қайда шығарacaklar? Не үшін шығарacaklar? Қайда алып кетecekler? Bir şey yok. Вы предатели Родины по приказу великого нашего вождя Иосифа Виссарионовича Сталина. Вы выселяетесь. Все. Халкымызны ана топрагындан ябан ерлерге сургун эткен солдатлар фарклы олган эдилер. Кемерлери инсанларыбызга жардам этип, оларны кайда вене үчүн алып кеткендерини, жылы урба, аш суу алмак кереклигини айттылар. Базалары исе адамларынын колларынан шейлерини тартып, жерге ташлап таптай эдилер. Бир техниканы алмак мүмкүн деп ойлоду. Бутун сепараторларны ве аяк машиналарны тартып ала эдилер. Да, Недим Картбаба эпосуне тек 15 дакка бергендерини ве сонра да бир күн халкымызны тышта тутканларыны хатырлайт. Sıyırlar mangırap kaldılar artımızda. Babam başından düşüp sıyırın gözüne öptü. Son 70. yıl birinci geldim ben Kırım'a. Koydaşımız Kazak, Stepka Kazak. Ayta. Men yok edim dey, Tatraşa temizlap etedi. Men yok edim dey, Arfa yengem dey. Aytсын не болған. Қалған сиырларын бір жерге топладылар дей. О сиырлар маңырай, көплеклер ұлый, 3-4 сотқа қаш. Соң біздерін топлап қалған көйде 3-4 құранда орыстар, ерменді бар еді. Бұлғар бар еді бір 4 семья. Оларны алып барғанда сиырларын саумаған. Қолдарымыз яра болды дей. Соң біздерді татарлар қарғап кеткен деп саумадық деп отказ еттік дей. Соң не болды сиырлар деймін, ана алып кеттілер дей. Қайда завод еткен болса болды. Невбеттігі қараманымыз Али Фукалайси 1944 сенесі Қырымның башқа тарафындан, яғни Алушта районundan Uzak Asияға сургун етілді. Али Картбаба 1937 сенесі Ускут көйінде дүнияға келді. 7 yaşında olғанда есе Бутун қорандасы ве көйдешлері ile Ферғана вилиетіне түші. 60-89 yılda çalışan yerimizden Burkan şimdi mecbur oldum koşmaya. Kedim bunda ustağa sanatoriye kedim, koyma kedim, koyunu kordum. Jekpotoriya vardım, koyunu kordum. Hep birini korup öğrenecek. Son 87. yılda kedim bunda Kırım'a kedim. Oğlum armaya diyecek, oğlum vardı Moskova'ya. Hepsini kordum. Yürüdük. Yani son 87. yılda kedim koyuya kedim uçağa girdim. Uçağımda Kırım'a girdim. Ev kıdırıp. Aberdak'tan baylı yürüdüm. Ağaçta, yalta, suda, bütün koyunu girdim uçağdan son. Akışını ettim öneminde. Kedim başta, ev var, ondan başladı. Yavaş. Bu ev ne oldum? Bu evde bunu. Allah aşkına 32 yıldan burada yaşayayım. Буюк несілімізінің эксериеті Қырымға та 60-70 yılları асырет чекіп келеділер. Ватанымызның дықатқа лайық ерлеріне барып, ана юртының авасындан зевк алып долана еділер. О вақытлары Қырым татарларға Қырымда ер жоқ еді.
Тек вақыт кечтікче 80-нче сенелерінің сонында. Миллетімізде оз ватанына туристлер кібіде гүлде тамыр халк дайын авдет олынмақ имканлары oldu. Bunda gittikten sonra anda sen Konya var. Sen Konya var. Sen Uskut'tan kendi Uskut'ta var. Bu da onu laf dedim bunda. Özbekistan'a 50 yaşada bu kimse bildiğin yok. Özbekistan içine. Ama bunda Allah'a şükür. Dedim bunda böyle laf çıktı bunda. Ama şimdi en tünçeder inci yok ince o şey. Sen Tatar mısın oldu? Tatar bizi biliyor. Кой сәкенлерінің айтқанына көре, олар Қырым içini доланып, барынға келгенде. Шу койде да чоқ ескі Қырым татар евчіклері бар еді. Ләкин шу евлер ескіріп, бозыла башлағаны себебінден, адамлар шу евлерні я тәмірлемек керек еділер, я ғайрыдан тіклемек. Фақат бүгін, койде бірқач ескі ев сақланып қалды. Bu konumuz neyin yaxşı? Çıktın, Haydas'tan git. İşte Amerika. İşte cehennemde git. Yolunuz yaxşı. Zelenogorski. Sütüsün yattım 17 gün. Anda yattım, Yalta'da yattım, yollarda halk gittim. Ama ne yapacağım? Ama bunlar yaxşı. Koylarımız yaxşı. Cemide, evden çıkan cemide var ya. Allah'a şükür. Кой ақында да бір мерақлы факт. Тамамбарын койынде Қырым татар халқының белли yazıcısı, шаир ве журналист Риза Фазыл doğdu. Оз ақында Риза Фазыл бойле яза. Мен Эмир Усейн оғлы Аджы Мухаммед Риза Фазыл 1928 сенесі майыс 30-ында Қырымның en büyük dini ve medeni merkezlerinden biri olgan Қарасу базар янында, Қарасу өзені бойында ve төпесінден Дульбер аққая тікленіп тұрған ерде ерлешкен барын, яғни Вишная койынде кой ожасы Сейд Фазыл оғлы Эмир Усейн Челебенің қорантасында дүнияға келгенім. Риза Фазыл халқымызның инкишафына büyük isse қошқаны бесе беллідір. Фарқлы менбаларда yazıcının doğan yeri hakkında түрлі мәлумат бар. Интернетке müracaat etsек, Риза Фазыл асыл Жанкой районының Стальной койында doğanı қайдеділі. Мерақлысы шунда ки, Стальной койының ескі ады да барын екен. Фақат біздің yazıcımыз тамам Қарасу базар районының барын, яғни шындықы Вишная койында doğdu. Бүгін ise тарих izleri программасының тақымы Дабыр Қырым татар халқының инкишафына есе қошқан мешур инсанларымызның доған барын койы ақында тариф етті. Егерді сіз оз койыныз, яда шайырыңыздың кечміші ве зиманевей аяты или пайлашмаға істесеңіз, бізге мұражат ете білесіңіз.